Али Интахи. Али, ассалаумағалейкум, қалайсың? Бұл Тараз дегеннен кейін сумкамен кепті, отыр екен. Ішінде обрез бар десең. Қош келдің, Али. Қош код. Қай жақтан келдің, не істеп жүрсің, қалайсың, амансың ба? Аман есен, өздеріңіз қалайсыздар? Мен Сарыағаш қаласынан келдім. Сарыағаш? Шымкент. Санаторияда жатсың ба, не істеп жүрсің? Жоқ, өзім ауылым сол жерде ғой. Сарыағаштансың ғой өзің, иә. Қош келдің, не көңіл күйің жоқ, бәрі дұрыс ба? Бум-бум ба? Жоқ, наман бар. Жақсы. Бум-бум дегенді түсіндіріп берші халыққа. Не үшін бум-бум деп айтасың? Жаңа көргеннен бастап білмеймін, маған бум-бум деді ма? Сон өзім түсінбей жатырмын да, бум-бум деген не ол негізі? Таиландқа барасың да түсініп аласың, о негізі. Таиландта бум-бум дейді. Таиландқа барып келдің ба сен? Иә. Не үшін барып келдің Таиландқа? Демалып соң. Тек демалып ба? Кейін бум-бум деген нәрсеге барып қайттым ма? Жоқ, ол бум-бум саған ба или сен ба? Бум-бум маған. Маған? Жоқ, мен Сен Алисың ба, қазір Айнұрсың ба? Кімсің сен? Жоқ, Алим ғой. Мен бум-бум маған керек болды. Сол нәрсеге бардым. Короче, сіздер жаман түсініп қалмаңыздар. Просто бум-бум деген Таиландта сөйтіп айтып екен негізі. Не ол енді? Не ол бум-бум деген? Түсіндіргені түсініксіз ғой. Бізде переводчик бар ма десең? Түсіндірген. Али, басынан жақсылап түсіндір, біз бармаймыз Таиландқа, әңгімен ашығы. Үлкен жігітпіз, Таиландқа біз барамай жүріп қой, сен айтып берші бізге. Мысалы, Таиландқа баратын болсаңдар, короче. Сіз деп сөйлейсің ба бізге, сен деп сөйлейсің ба? Сол шешіп алайық бірінші. Сен деп сөйлеймін. Не үшін сен деп сөйлейсің сен? Сен 2004-сің ба? Иә. Кішкентайсың ғой сен. Мені болмас сіз деп сөйлеймін. Жоқ, бүйтсен. Жоқ, сен де сіз де демек қой, енді емін еркін отсын. Өзің қалай сөйлеген кеп тұр, солай сөйле. Смело, айта бер, қорықпа, ешкім саған тиіспейді бұл жақта. Сен не үшін сумка алдың бірінші? Сумка өзім ұнатамын. Осы сумкамен жүресің ба? Иә, сумкаға ақша, короче, удасак, загампасу. Оказывается, көрдің, естіңдер ғой? Удастақ бәрі Каспиймен емес па кәз? Жоқ, просто керек болып қалды, мен аяғасы Астана шығуым мүмкін. Не ол бум-бум? Бум-бум деген, короче, Таиландқа барасыңдар. Енді қыздар керек болады, содан кейін бум-бум деп айтсаң, өзі керек екен. Енді қыздармен танысатын кезде. Қыздармен таныстың, аха. Короче, транста бөлек, қыздар бөлек тұрады келді. Кімдер бөлек? Транста бөлек. Не дейді? Транс. Ол не? Тванс деп ат. Жоқ, амилайсақта қыздар бөлек. Маған үйтіп қарамайм, неға қарамайшы? Амилайсақта қыздар бөлек. Амилайсақта транста бөлек, қыздар бөлек. Сосын? Сен қақа бардың, неға бардың ба, неға бардың ба? Неға бардың ба, короче. Жоқ, сен конкретно Амилай танисың ба? Бұл негізі... Кездескенсің екеуін, негізі? Негіз ма? Кездеспеген ғой, бұл не бала емес ме? Жоқ, былай, танисың ғой, е? Негізі Инстаграмнан көргім ғой. Қандай жігіт негізі? Бұл білмеймін. Базар жоқ, енді Али сен бум-бум барып кепсің Таиландқа. Енді қалай тиктокқа келдің, сен бүкіл халық сенің великий тиктокер деп мына жерде сыйлап келіп отыр ғой. Не үшін тикток, қалай келдің? Мен Интахи өлеңін жаздым. Интахи өлеңін сен жаздың ба не? Жоқ, айтпайын, Ереке дейтін ағам болды, мен сол маған... Бір шумақ айтып берші осы өлеңді. Өзі бірақ шумақтан тұрады ғой. Ал алдарыңызда Интахи деген керемет әннің авторы Али Интахи. Кеттік әні. Интахи болады менің атым қасапчық Али. Интахи занап мазамды алмашы гүли. Күшті бала екен кәдімгі. Молодец шықты. Бұл еще бар ғой, рух файтингке барған. Қойшы төбелескесің ба не? Иә. Кіммен? 92-ші жылы Олжас дейтін бала отты сонымен. Қалай ол? 92-ші жылғы баламен төбелестің ба? Иә, ауытқа шықтым. Мен емес сары? Ол сен 91-сің ғой? Сен әйелдерге шығасың ғой Олжас? Маған саппенік болмады. Мен болымен ауытқа шықтым. Просто болып, шықпайым деді. Неге? Просто маған саппенік болмады содан кейін ғой. Соперник болған жоқпын. Сен онда ударың мықты болып тұр ғой, ударың. Мен азанда тұрып күнде аджимани жасаймын дейді. Қошейін. Аха, тоқтамай 50 аджимани жасап бере аламын дейді. Істеші канал. Істей аласың ба не? Қошеметтеп қойыңыздар, сумкасын шешті. О, доказа шешініп кетсе. Давай, кеттік ал. Мына жақты бірінші этажда болып секіріп кетсең де болады. Не істейін деп жатсың? Ал.
Мәссаған. Мынау 7 8 мынау тигр мынау белый тигр точно на колени отырғызған мынау. Интақи деген музыка. Кім? Бол. Али көке. Мәссаған. Молодец. Кән күшін көрсетші енді кән. Кән, апши берші кән. Конкретно сүйсін байтшы. Мен ашам қыздармен сүйіспеймін. Не істейсің сен сонда? Жоқ, енді Сразу ажиман жасап кетесің ба? келесің? Қыздармен бірінші жүремін, содан кейін барып үйленемін, содан кейін барып боламын. Молодец, солай бол. Шынымен ба? Базар жоқ сен бойдақсың ба? Бәсе қолың бір тұр. Ей, ошым айтады, қыздармен сүйіспеймін дейді, прикинь. Молодец. Мысалы, сендер Оның нәрсе негізі күнә ғой. А? Оның нәрсе негізі күнә. Сүйіскен ба? Сүйіскенге құшақтаған күнә негізі. Тайландқа барып бум-бум болу күнә емес, ә? Нормальный бол, ә? Нормально. Сонда Тайландқа бар бум-бум болған күнә емес па? Тайкалар ғой, тайка қазақ емес қой, тайкалар ғой. Жоқ, қазақ емес қыздар болса нормальный десе. Тоқта, конкретно бетім айтшы, табақтаймын ба мен? Жоқ. Конкретно айтын. Дұрыстап айтын. Дұрыстап айт дейін. Табақтаймын ба? Я де. Күлме айт. Табақ па? Табақ деп жатыр сен. Шыдамас едің десең. Али, көзіме қарап табақтаймын ба не? Айт. Болады барын, нормально. Все, скоро рухватик, Боря. Жөндеп айт. Серьезно Мынау кім? Мынау кім айт? Мынау өмірде кім? Табақтаймын ба? Конкретно айт. Сен өмірде толықсың ғой батын. Мынаны айтшы, терлеп отқан, мынаны айтшы. Мен симпатияға Кім ол? негізі. Айтайын ба? Да отсың ғой. Вообще дым қатты шақ емес па? Или нормальный ма? Кім анау? Толықсың ғой батын. Толық па не? Неге толық ол? Жоқ, ащы шындықты айтады. Короче, азу өлек батын. Азу өлек, тренировка істеу өлек. Толық деген, күніне тамақ, анау мынау жесін, семіресің деген не ғой? Адам тамақ жегенде семіре ма? Пиво ішкенде. Молодец, Али, красавчик. молодец, Жақсы жігіт екен, молодец. Қашан үйленейін деп жатсың, айтпақшы. Қасыма ағам бат, бірінші үй жағдай істейін, содан кейін иманды, ақыды, қыздар алайын, байыққа қызықпайтын, дүниеге қызықпайтын. Мен ата-ананы сыйлайтын, өзім сыйлайтын қыз алам. Олжас, мынау сенен ақылды конкретно айтады. Жоқ, не ғой, Али, красавчик, өте мықты ақкөңіл жігіт екенсің, сенімен бірінші рет танысып отырмын ғой негізі. Енді сен өміріңде өткен бір біліп тұрсың ба біздің бағдарлама қандай екенін негізі? Негізі көргем, Жанек Мадиевтің. Не болды Жан Жан Ахмадиевпен, ә? Шошып кеттің ғой сразу, не болды? Енді боқтау ана мынау кетіп қалды. Жоқ, саған не үшін боқтамай жатқанын түсініп отырсың ғой, иә? Түсінттім. Жақсы бала болғаннан кейін, иә? Так білесің ғой сен кім екенін, қалжың. Сен не шыдаймай отырсың ба не? Әрең шыдау. Бір сұрақ қояйыншы. Бір боқтасыншы, бола ма? Шыдаймай. Давай, смело. Смело. Әкеден кеп қалма бatan. Шеше әкеден. Жоқ ой, одан кетпейді ғой. Ағадан кетсе бола ма? Жезде. Айтсай. Бір боқтап көрсін дейді. Боқтасын ба аға енді. Өзі рұқсат беріп тұр ғой кән. Сука. Бата, бір нәрсе айтсын бола ма? Болады. Бөгітті сені өтіліп. Немен, бля? Сен ұзақ өтетін сақсың ан түсініңші. Енді Али, жаңа айтып отырық қой енді, басыңдан өткен бір қызықты оқиға айта аласың ба, или Боряның бір оқиғасын естігің келіп тұр ма? Боряның бір күшті оқиға айтқысы келіп тұр Бірінші осы кісі айтсын, потом мен айтайын. Жоқ, ничего. Мынау уже бүгін түнде өлтіремнен қорқып тұрмын мен. Че там деді ғой? Бұл опасно екен. Опасно. Али, тыңда. Алматыға барғам. Жоқ, негізі мына кісіні танисың ба? Танимын ғой негізі. Қаяқтан көрдің? Кинодан көрдім. Қай кино? Ана, Лысый. жоқ, десең емес, газемен біреуін келіп соқ кеттісің ғой? Сапуға ма содан? Сапура апай ма? Ана 9 баласы бар? Жоқ, бір кино ғой, соны. Сол жақтан көріпті ғой. Аты кім мына кісінің? Бойлаға емес па негізі? Ана кісінің аты кім? Танисың ба өзі біздің адамдарды? Мен сізін танимын. Мен атым кім? Амани.
кім? Амани. Мен таниды Менің екен. атым кім? Өз айтсын. Сіздің атыңыз Еламан. Еламан. Дұрыс қой, Еламан. Еламан. Красавчик, Еламан өзгеріп кетсін, базар жоқ. Мына жігіттің аты. Мына Файзулланың аты кім ал? Жоқ. Файзаға ғой не? Жоғай. Ол ойнап жатыр. Еламан. Мақсат. Мақсат. Мына ішін аты кім? Бұл әшейін Боря деп жүр. Нең ішін аты Айдос па? Ай. Бәрін аттарын жаттап алыпты ғой жігіттер. Базар жоқ, жақсы көреді екенсің. Бұл команданың аты Назар Аудар. Жоқ, біледі екен. Біз жақсы таниды екен жігіттер. Назар аудар 2000. Жоқ, шынымен молодец екен Али. Қалай танып отыр бізді? Қазір жастар біз танымайды ғой негізі. Өте интеллектуальный ғой. Жан жақты. Білімді екен жігіттер, шынымен. Базар жоқ. Біздің ойындарды көргенсің ғой. Біз қай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан. Мен аударманда ше өтті. Айдос оқиға айтсын. Айтпашы бадан давай. Айдос братан де. Айдос бадан давай. Бастан сұрайын, аттарын ұмытқан жоқсың ба? Кім? Еламан. Мақсат. Айдос. Мен? Аман. Аман ба, Арман ба? Арман. Аман. Мен қақтан танисың мен? Сіздің инстаграмнан көргем. Не істеймін инстаграмда? Инстаграмда контент, ана мына түсіз. Вот. Бала-шағаңызбен деген ғой. Ушан, очень красавчигі. Главное, біз танып отыр ғой, назар аудар деп. Жігіттер, біз Жайдарманға назар аудар болып негізінде 20 жыл ойнағанбыз ғой. Айдос оқиға айтып отқан. Болды. Айдос ағамыз оқиға айтсын, ә? Айдос братан, жіберіңіз. Сіздің шын атың кім? Менің шын атым Мұхаммад Али. Али дей берейік онда. Алдың атты айтпай қойық. Ал, кет. Алдың аттаған жараспайды. Али деу керек. Қысқа нұсқа Али ғой. Ал, Айдос мырза. Алдамай. Айдос кірсін. Давай, Айдоса. Ана өзін айтып қалдым ғой, ана кино депші. Сол киноға съемкаға барғам ғой. Болған оқиға деген қазір Нұрболхан мен Елдос Колобок бауырымыз кино түсіріп жатыр, иә, сәтті. Солардың танисың ба ол кісілерді? Танимын ғой. Солардың Блогер емес па? Жігіттер квартетінің ән айтады, иә? Жоқ, блогер ғой. Иә. Жібер. Солардың киносына эпизодқа барған етін. Эпизод деген біліп тұрсың ба не екен? Иә. Эпизодқа барғам. Сонымен ұйықтап қаптым. Қарайым, Азиза дейтін қыз. Кастинг қой сол. Азанда жаңылып еді? Азанда ғой, азанда. Айдос қаяқтасың? Айдос қаяқтасың деп отырған короче. Прикинь, Айдос қаяқтасың деп ғой. Шыдайтын ба енді сондайға сен? Негізі шыдайсың ғой? Сосын сонымен шығам да машинамен. Енді Алматыда тугиспен ғой бәрі. Келе жатырмын да двойной сплошной кесіп кетіппін, оны білмеймін. Сөйтіп гаишник тоқтатады. Мен айтамын, бауырым, осындай кісілерге баратырмын, жібере салшы, мен өзім асығып баратырмын. Ұйықтап қалдым деймін, Али тыңдап отырсың ба? Иә. Ұйықтап қалдым деймін ғой. не ойлап отырсың сен? Не ойлап кеттің, айт. Ойыңды айт, ішіңді айт, ойыңды айт. Ұрыспайды ешкім, не ойладың? Ішім ба? Үйдегі ата-анамыз соны ойлап кеттім ғой. Базар жоқ. Мынау гаис двойной сплошной дегенде ата-анаң өліп кеттің ба сен? Енді бірінші орын ата-ана, екінші орын өзім ғой. Гаи қаншасы орын? Али мына гаи қаншасыншы орында тұр сен үшін гаи? Гаи ең соңғы орында тұр ғой. Неге? Сол ғой. Енді Айдос ағаңға. Айтыңыз, мына Айдос ағаңның атын өзің қойдың, енді тыңда енді. Азан шақырып Айдос деп сен қойдың. Али келе жатырмын. Сенің атың Айдос деп. Бол. Али келе жатырмын да двойной сплошной кесіп кетемін ғой, короче. Түсіндірсе не екен ол? Білесің ғой двойной сплошной енді бүйтіп тұрады ғой. Соны кесіп, мен оны байқамаймын. Сөйтіп гаишник артынан келеді. Қақтан келді гаишник? Ат жақтан келді. Артынан келеді да бырт дейді, тоқтатады ғой. Тоқтатады, түсем, құжаттарыңыз дейді. Кім тоқтатқан білесің ба? Полицейский тоқтатқан. Полицейскийлер күшті тоқтатқан. бала екен өзі, күшті. Сонымен айтамын мен Борям ғой, анау танисың ба? Танымаймын. Қандай Боря? Айдос. Айдоспын ғой дейді. Танымаймын дейді. Борясын емес, шынды ма? Съемкаға баратын едім, кешігіп тұрмын, жігіттер жібере салыңдаршы деймін ғой. Жібермейді. Кімсің сен дейді ғой. Түсінтім ғой негізі. Мен айтамын, Нұрболхан, Арбер, солардың мен бауыр боламын, мен ана жақта күтіп тұрып. Съемкаға шақырып дейсің ғой. Аха. Сол аналар жібермейді мен, прикинь. Бола бүйтіп айтпам ба? Бүгін түнде сен өліп кетемін деп айтпам ба? Сука. Тыңдасай до конца. Боқтама, Давай. Мақұл болды. Айдос аға боқтамаңыз. Айдос аға. Боқтамай, жігіттер ораза ғой десең. Ой. Қарның ашты ма не? Сонымен, короче, айтам ғой. Айдос аға. Инстаграм көрсем ғой, мен мынаны төбелескем, мына өнер барысы болған, бәрін айтып жатырмын ғой.
сөйтсем бауырым танымаймын сені деді. Короче, лишение 6 айға саған деді. Содан кейін уже настроение түсті. Уже Азиза звондаған, қойды, уже тұрқ сол жерде, жарты сағат тұрқ. И маған бүйтеді ғой. Қазір мен келіншегіме звондаймын дейді, қатыныма звондаймын дейді. Гаишник әйеліме звондаймын деп жатыр. Егер де сені таныса дейді, жіберем дейді ғой, прикинь. И прикинь, жіберем дейді. Егер сені танысам дейді, сені полицейский қызмет жібереді. Әйел бәрін шешетін болып тұр ғой уже. Короче, бүйтіп айтады еще, менің әйелім кішігірім блогер. Не істейді десем, постель сатады дейді. Прикинь, постель деген қақты естісің сен соңғы рет. Постель деген Таиландта ма? жоқ, бұмнау емес. Үйде жайып тұрған постель бар ғой, сол емес па? Иә, сол ғой. Сонымен Али тыңдаса енді қызықпа саған негізі қай жерге тоқтадың? Сөйтіп әдеміне звонайын дедім. Әйелім. Әдем блогер деп айтты. Аха. Неме айналысады? Әдем келіншегім постель сатады. Протез дейді. Постель сатады дейді ғой. Содан кейін мен енді құдайдан жалынып тұрмын ғой, таныса екен депші. Бір кезде әйеліне бүйтіп звондайды да, сөйтіп әйелі ұйқылы ояу. Видеозвонокпен ба? Видеозвонокпен. Төсектен тұрады ғой, прикинь. Төсектен ұйқылы ояу тұрады да, қаратады ғой. Мынаны танисың ба дейді ғой, мен бүйтіп көрсетіп тұр ғой. Прикинь. Мен таныса екен деп тұрмын ғой, примерно. Иә, танимын дейді ғой. Уф деймін ғой. Қақтан көрдің дейді ғой. Анау Армадидің қасында жүретін ботқа емес па дейді ғой. Сен мен ботқа деп ойлайсың ба? Сен ба жоқ? Ботқа емеспін ғой мен, Сен тоғысың ғой батан. Ботқа деп айтады ғой, прикинь. Мен жіберсе екен деп тұрмын да, ботқаға көндім. Қалай өмір көп Прикинь, көндім. Сөйтіп едім, ана бүйтеді. Бір реклама жасап бересің ғой, туда-суда дейді. Бот жасап беремін деймін да. Сөйтіп мен балаларды ойлап тұрмын, кетем ғой. Осындай примерно оқиға келді. Осындай оқиға айтасың, бірақ соңында жаңа әйелі қарап тұрды да, Арманидың қасында ботқа емес па деген қызық жерін сен айтпайсың. Оны мына үшеу айтады. Сосын сен өз оқиғаңның соңын кейін айтасың. Түсіндің ба? Мен айтып берейін, қызық болсын. Мен короче қай жан? Қай жақта отырмын десе. Астанаға кетіп жатқан кезде Шымкенттен билет аламын. Шымкенттен короче билет аламынша. Қасымнан дос бала болады. Екеуміз бір жерден орнына қаламыз. Сол пойыздың уақытын көреміз. Пойыз басқа мен жүк кеткен ғой, пойыз біздің күтіпше. Сол пойызға барамыз. Қалай түсінбедім. Пойыздың басқа мен Пойыз күткен ғой. Иә, күткенбіз. Пойызға өге алмай қаламыз. Сөп біз 10 мың 15 мың теңге такси жалдаймыз салон. Батан өтініш апатсашы деп ше. Солай короче жетеміз ойлаймыз ғой пойызға өгесіп қой деп. Сөп біз барған кезде пойыз киқ деп тоқтапты ғой. Ішінен сөп Астанаға кетіп жатқан кезде бір қызбен танысып алғансың. Ой. Сөп бұл қыз мені күтіп, қонақ қылып, аяқ үстін полный киініп, сөп бұл қыз менен үлкен келді. Бұл қыз менен үлкен. Ол қыз менен үлкен? Ачо, үлкендер жақсы көресің ба? Жоқ, сондай нәрсе болған басында, сондай нәрсе өткен деген. Жоқ, сен добивкасын айтып қойдың ба не? Соңын айтып қойдың ба не? Соңын айтпау керексің. Соңына бұны айтпақ қойын, кейін айта берейін. Жоқ, сен түсіндің ба біздің негізі бағдарламаның несін? Иә, түсіндім ғой. Не болды? Иә, білем ғой. Айтшал, не ол? Не дегенде короче, біздің бағдарламаның аты қандай? Әйел бақытты. Еламан. Еламан сен үндемей отырып, Еламан. Әйел бақытты деген. Боря, су әкеп берші маған деді. Екеуің айтқан сияқты әйел бақытты қарап. Жоқ, шынымен дұрыс айтасың, бұл бағдарламаны да әйел бақытты қонақ қылып шақырып отырмыз. Бұрында сен әйел болғасын, иә? Әйел шатасып қаптық қой біз. Әйел емес, Али бақытты, Али. Али бақытты. Али бақытты емес, жігіттер бақытты деген қалай негізі? Шатасып кеттім негізі. Нормально. Енді оқиғаңды айтсайшы. Соңын айтпасай бірақ, балалар айтады ғой соңын. Вот соңғысын осы кісі айтпесінші. Соңын айтқан жоқсың ғой негізі? Айтпадым. Киіндіріп, қай жеріне келдің сонда? Айтып берші, қай жеріне келген? Тоқтасын да бір жерден. Бір жерден тоқта, пойыз тоқтасын. Түлкі басынан тоқташы. Пойыз тоқтасын, содан кейін арғы аналар айтады. Жүн деп айтшы, сол жерін әдемілеп айт. Пойыз тоқтайды. Тыңдаңыздар, жолдаматтар сақ болыңыздар. Али бақытты келіп тоқтады. Ал енді айт. Орысшасын айт. Пойыз тоқтайды. Біз таксиден 15 мың теңге беріп, пойызға өгетіп ба деп, пойыз біз келген кезде тоқтайды. Сөп, ішіне заттан қоймай ма? Былай. Сөп, зат қойған кезде бізден
қаламағаса бір қыз отыр екен. Бұл қызбен танысам, сонымен общение жасаймын. Ары қарай қай жер қызық жерін айтпасаң. Киіндіріп жүреді еще, иә? Киім әпереді, қызық жері енді болады. мен- Қызық жері енді болады. Мен оны добивкасын Бол, айтып қызық жер енді болады, соны мына кісілер айту керек. Иә. Қазір сен үшеуінен қайсысы саған ұнады, соны айтасың. Давай. Еламан Давай. ағаң күнай ма, Мақсат аға или Айдос ағаң Давай, күнай ма. давай, кеттік. Сосын әйел бақытының атынан сыйлық береміз, түсін ба? Давай. Аха. Мен Жігіт бастаймын. бақытынан не істейші бады? Әдемі емес мо. Өзің сөйтіп айттың ғой. Былай болған ғой. Шымкентте мінен дейді. Олар Сен уже біліп қойдың ба добивкасын? мен примерно айтып жатырмын да. Шымкентте мінен дейді. И пойыз күтеді. Кемегінен кетіп қалады. Содан бұлар таксистке айтады, 15-ін берейін дейді. Сөйтіп неге Қасында біреу бар еще, иә? Тукубасқа барады, иә? Тукубасқа барады. Тура осы сөзімен айтшы. Тукубасқа барады, короче. Осылай айтшы. Олай пародировать ете алмаймын. Сөйтіп Көчек шақырайық барды. сөйтіп келеді, короче. Аха. Келеді. Сөйтіп пойызға мінеді. Сөйтіп бір қызбен танысады, иә? Бір қызбен танысады. Сөйтіп нормально болады. Үлкен сенен еще ол, иә? Үлкен. И бұны киіндіреді да. Сентябрьге киіндіріп жүреді ғой. Мамасы осы деші. Кім? Мамасы. Мамасымен пойызда танысса. Сөйтіп киіндіріп жүрген ғой бұл. Сентябрьге ма? Иә. Сол кезде киіндіріп жіберді. Мамасы болып шығады дейді. Түсіндің ғой бірінші вариантты? Иә. Екінші вариант. Кім мына баланың аты ортадағы? Мақсат па? Мақсат аға. Мен мақсатым жоқ негізінде. Аха. Короче, Али досымен Тукубасқа келеді да, короче. Дос екеуі кіріп барады. Үлгересіңдер, иә? Иә. И бір қызбен танысасыңдар. Иә. Есімін айтқан жоқсың. Өткен ол сенімен танысқан жоқ ма? Не болды? Сөйтеді да, короче. Өтірікші Атын айтпайды ғой, иә, саған, иә, до конца, иә? Жоқ, негізі айтады, мен мына жерде айтпай ақ қояйын. Айта алмайсың ғой, сен өткен ол сенімен танысқан жоқ қой. Танысқан ма не? Танысты негізі. Не деп айтшы ал. Бұл айтпай ақ қояйын, не істейсіңдер? Қандай киім әпер? Шортик қана ма, қайсысын не әпер? Жоқ. Джинсы шалбармен футболка қойып, аяқ кием деген о. Кім оның аты кім енді? Бұның аты айтайын ба? Бану ма? Қандай Бану? Бұның аты Аяжан. Сен айтып қойдың ба? Кім аты? Аяжан ренжі болды ғой. Базар жоқ. Сонымен Аяжан тұрады да бұны киіндіреді ғой, короче. Аха, сөйтеді да Аяжан тұрады да сен киіндіреді да 15 мыңға киіндіреді ғой, короче. И сен базар жоқ, таксиге берген ақшаны сол жерде киіммен шығарып аласың ғой, короче, ше. Сөйтесің да кешкі таман чо там бум ба? Или чо? Қандай бум? Күнә ма ол? Күнә ой негізі. Кім еді? Аты кім еді? Күнә ма? Мақсат. Жоқ, анау. Менікі. Елдос, Елдос. иә. Елдос. Қала жағдай? Аха. Жағдайың жақсы ма? Менің ойымша ол мынандай болған сияқты ше. Вокзалдан тысты, сөйерін айтып басай салайыншы сразу. Вокзалдан тысты бір кісі аты Аяжан. Күтіп алды, киіндірді, иә, джинсы, четкі бәрі, дерзкі киіндірді. Че там, не істейміз деді қыз, Аяжан. И Али тұрды, мен сені өлтірем деді. Түнде деді ойша пойызда. Мен сені түнде өлтірем деді ма? Ал, Өз айтшыншы. өзің ал, не болды соңында? Сұт, мен киінмеймін ба? Сұт, киінем, жүдем, сұт, Астанада Аула дейтін клуб бар. Қандай? Аула. Аура. Иә. Ауа ма, аура ма? Аула. Ауру? Ал двор ма? Клуб. Клубқа барам, сұт, бұл қызға санайым. Сұт, дос, қыз паушкасымен келеді. Сұт, кейін кезде отырамыз, кальян шегеміз. Ей, сен жаңа күнә деп отыр едің ғой, анау мынау деп. Кальян күнә емес қой, басқа нәрсе істеген күнә. Қалай сен баған айттың ғой, ата-ана бірінші орын кальян ба, ата-анаң ба? Ата-ана ма, конечно. Екіншіші? Кальян. Кальян. Сосын? Кальян Қандай бақта. кальян? Жоқ, екіншісі өзім, үшіншісі кальян. Сөп, көрші Үшінші кальян ба? Қандай кальян шек? Аяжан. Аяжан енді танысып жүрген қыз ғой негізі. Енді келатсың оған, ә? Иә. Соған сөт отырам, көрші. Аяжан айтады, бізге, мен алмамен беш дейді, алмамен, оны ша? Немен? Алма дамы шығатын, иә. Алмовый апельсин. Иә, апельсин. Сонай беш дейді. Жоқ, мен ой. Алма бұл, қалай? Кальян ба оны? Алмовый. Дамы шығатын. Алман Холодокпен ба? не шығады дейді? Дамы. Шеккен кезде ше? Дын алып тасташы, не шығады? Дамы. Береді, сол пицца заказ береміз отаға. Сонымен клубтан қайтамыз.
болды қайтып кеттім Тоқтат, ба? жоқ айтсын, енді айтайын айтсын. ең Қызық қызық жеріне. короче айтады сен ата анамен мамамен танысайын дейді ғой короче маған ше мамамен құрдас па ба- сонда иә? По серьезному кетіп қалыпты уже. жоқ қыз короче 97 жылғы қыз ғой Не үшін бәрін айтып қойдың, айтуға болмайды дедің ғой. қызық болсын сөйтіп айтайын да енді енді астанада жүрмін сөйтіп бұны шығарып саламын сөйтіп ертесінен кейін душқа түсемін короче киініп аламын қалай душқа түсесің? сақан аламын короче шашын қайрап өзім жаман бытшық кеткен енді әдемі костюм шалбарым болды тойға киіп шығатын сонымен барамын короче барсам ағалар бүйтті ой жоғалтам дейді шапағы киісіп сонымен жігітке сондай болған мен басып жоқ маған алидің жауабы ұнады десең сондай болды маған алидің Базар жауабы жоқ ұнады десең давай бір шапалақ ұрып қояйық да бауырымызды красавчик. Ұрып жібердің ба сен сонда? қайтып кеттім сонымен Қайтып кеттің ба? пизу ауға Ей, қайтып боқтамасашы. Боқтамаймыз деп қопаған, не үшін боқтап отырсың? жоқ просто аузынан шығып кетті Аха, Н-А. айтқым келді солай ғой Болды, аха. Боқтаған не? Күнә. Күнә. Болды, красавчик Али. Молодец. Ақ көңіл жігіт екенсің негізінде. иә Енді саған мына үш жігіттің жоқ бірінші өз атымыздан Алиға бір сыйлық беріп Давай, қояйық. сыйлық. Біздің бағдарламаның демеушісі Армани парфюмнан саған күшті иіс су. Маған айтып өтті ғой бір иіс су береміз деп. Осыны сеуіп, Құдай қаласа өзіңнің болашақ Аяжанға барасың. болды смело рахмет аяжанмен общаться етесің ба әлі али исін көрейін да Иісін көр, аха. али Аузыңа сеп бірінші. Енді чо ауылға енді чо па Қалай екен? 35 мың ба сондай тұратын доқи ғой да Доқи ма еще? 35 мың ба сондай тұратын айтып қалған ғой Аха, кән иіскеп көрейші. Иннесио ғой, иннесио. Енді мына одеколонды саған берейін деп осыны мына үш ағаңның біреуіне сыйла. Қайсысы саған ұнады? Қай ағаң ұнады саған? Айтшы өзіңе. өзіме ма жоқ бүйтейік та Тоқтат. қайсысының үстінен әдемі иіс шықпай тұр соған берсең Ойланып бер. Қайсысына бергің келеді? оқиға емес Көзіме қара, Али. Иіскеп отырсың ба? Сүйісіп кетсең. Кімнің үстіне қандай иіс шығатын бір хорошо душқа түсіп келдім иә базар жоқ. Енді ренжисің сен, Боря. Жаным, рахмет Иісің саған, онша емес Али. десе ренжисің. Алла разы Асық деп болсын, айтсақ жаным. жоқ братанға Неге бұған ең бердің? үлкені деп от души сыйлап жатыр ғой Аға, негізі не үшін бердің? короче енді толық болған кезде киімнен тез иіс шығады содан ғой Мынау неғып күліп отыр? Мынау неғып күліп отыр? сексуальный толқын содан кейін бердім ғой Қойс, иіс шығып тұр ма не? жоқ енді просто ойлаған ғой батыр Али, рахмет жаным. үлкенге құрмет кішіге ізет нәрсе ғой міне Қошемет, мынау қошемет. Иә, рахмет. Үлкенге ізет, кішіге Иә, құрмет. құрметті. Қошемет. бір құшақтап қолтығымды еске Бір құшақта мен қолтық істемеймін ғой негізі Аха, бір құшақта ағаң. Ой, жан, красавчик. Қыз таптым деген осы ма? Аха. Аяжан өзгеріп кетсін десе. Отыр. Енді Саған құрметті YouTube арнамыздың көрермендері бүгін бізде қонақта болған Али Интахи деген бауырымыз. Красавчик келгеніңе рахмет. Қазақша ЧБ-ді. Рахмет сіздерге. Осымен бағдарлама өз мәресіне жетті. Рахмет, аман болыңыздар.